Астана қаласы нөмір 62 мектеп лицейінің география пән мұғалімі Тұрғанбекова Алма Базарғали қызы. Бүгінгі менің сабағымның тақырыбы географиялық дерек көздер. Яғни жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша 7-ші сыныпқа өткізген сабағымды сіздерге ұсынамын. Балалар, сіздердің көңіл күйлері қандай? Тамаша ма? Иә, өте жақсы. Балалар, сонымен бүгін біз 4 топқа бөліндік. Бізде бірінші топ диаграмма, екінші тобымыз карта, үшінші энциклопедия және сурет. Сонымен біз 4 топқа бөліндік. Енді балалар, сіздер тақтаға назар аударыңдаршы. Сурет. Қандай сурет көріп тұрсыңдар? Менің суретім? Бурабайдың. Өте жақсы. Бурабай туралы сіздер не білесіңдер? Бурабай теңізінің ортасында жұмақтасының аңызы, ол кезде Қалмақтың бір қызы қашып жүргенде төбеден суға құлаған кезде сол жерде жұмақтас пайда болған. Жақсы. Ал айта ғой. Бурабай туралы өте көп аңыздар ертегілер жазылған. Жақсы, айта ғой, Сабина. Және де сол Бурабайдың көлі адамға өте шипалы, және сол көлдің шетінде тау орналасқан. Ол Оқжетпес деп аталатын тау. Өте жақсы. Балалар, жалпы біз осы Бурабай туралы ақпаратты қайдан аламыз? Айта қойшы, Расул. Энциклопедиядан, кітаптан, мұғалімнен, интернеттен. Өте жақсы. Сонда балалар, бүгінгі біздің оқу мақсатымыз, қараңыздаршы, географиялық дерек көздермен жұмыс істеу. Ал дерек көздерге не жатады десе? Карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдар. Яғни, қандай дерек көздері бізге географиялық ақпарат береді деп ойлайсыздар? Жаңа сіздер өздеріңізге атап айтып кеттіңіздер. Ол сіздердің географиялық атластан. Атластан біз нені оқи аламыз? Шартты белгі арқылы. Айтыңдаршы, айта ғой. Шартты белгі арқылы қай жерде қай ел орналасқаны, жаңағы олардың астанасы, қалалары туралы, және олардың қай жерде қандай кенді қазбалар табылатынын біле аламыз. Өте жақсы, тамаша. Ал айта ғой. Және мысалы біз шартты белгілер арқылы Қазақстанның қай жерлерде қандай қазбалар болады екенін, және бүкіл әлем бойындағы жолдардың, мысалы Ферран Магелланның жолдары да шартты белгілермен белгіленген. Өте жақсы.Аңыздаршы балар, жетістік жолы. Яғни, білемін, басқаларға көмек көрсете аламын, түсінемін, орындаймын, білмеймін. Ал бүгінгі осы тақырыпқа байланысты сіздер мына қадамдар, жетістік жолының 4 қадамына тұра алыңдаршы. Мұнда бізде, білемін де бізде бір оқушы, басқаға көмектесем де 2 оқушы берілді. Одан кейін бізде көмнесе, түсінемін, орындаймын мұнда қанша оқушы? 6 оқушы. Мына 16 оқушы, 15 оқушы, бұнда білмеймін деген тақырыпқа сіздер қадамға тоқталыңыздар. Жақсы, рахмет. Орындарыңызға отырсаңыздар болады. Біз осы дерек көздерді, жаңа өздеріңіз айтып өттіңіздер, энциклопедиядан, атластан, картадан, яғни оқулықтан, тағы да қайдан аламыз дедік? Интернеттен, Google Map'тен, яғни біз бүгін тақырыпта Бурабайға байланысты егерде біз интернетке кіретін болсақ, көптеген ақпаратты не аламыз? Аламыз, таба аламыз. Сонда бүгінгі біздің оқу мақсатымыз географиялық дерек көздерін не істеуіміз керек? Сол бойынша жұмыс істеулеріміз керек. Қазір сіздерде оқулықпен жұмыс, оқулықтарыңызды ашыңыздар. 29-ші бетті бір рет оқып шығамыз. Сонда адам баласы осы қоршаған ортаны танып білуге өте құмар екен. Біздің табиғатымыздың қыр-сыры өте көп. Сол қыр-сырын табиғатымызды білуге Емі бір орында тұрмайды, ол жаңағыдай жерлерді, аумақтарды ашуға дайын тұрады. Ол үшін қолданатын заттары энциклопедия, кітаптар, атластар және тағы да басқалар. Өте жақсы, рахмет. Енді балалар, сіздердің кітаптарыңызда 4-ші кестеге назар аударыңыздаршы. Картографиялық әдіс. Жақсы. Балалар, біз картографиялық әдісті не үшін пайдаланамыз? Адик, не үшін пайдаланамыз? Кестеген нысанын жерін білу үшін, қайда баратынымызды білу үшін керек болады. Жақсы. Ал бақылау әдісін біз не үшін пайдаланамыз? Ане? Қандай кейін білу үшін
сол арқылы біз ауа райын болжай аламыз. Дұрыс. Сонда бақылап айтсаңдарыңыз, ең тиімді, ең қызықты, өйткені біз оны не? Бақылаймыз. Далада, мысалы мен күнде күні ертеңгісін жұмысқа барар кезде терезеге қараймын да, ауа райын не қыламын? Білемін. Сол күннің райына қарай, ауа райына қарай деп киімімді не қыламын? Киемін. Ау? Геоақпараттық алшырхан айта ғой. Қызыл көлікте GPS навигаторының жүйесін қолдану үшін. Өте жақсы. Балалар, осы GPS-ті кім қолданады? Міне, бәріміз қолданамыз, иә? Мен де қолданамын. Қай кезде қолданасыңдар? Айта қойшы, жас. Таңертең остановкаға тұрғанда автобустың қайда екенін қарайсың. Өте жақсы. Тағы да айта қой, тағы да. Мысалы, отбасымен природаға шықтың, жолды білмейсіз, сөйтіп GPS қолдануға. Өте жақсы. Азиза? Мысалы, басқа қалада барсаң, сол қалай баратынын Білу үшін. Өте жақсы. Өте жақсы. Енді сіздер қазір өздеріңіздің дәптерлеріңізде, дәптермен жұмыс, қараңыздар, географиялық әдістерді пайдалану. Өздеріңізге екі әдісті дәптерге жазып алыңыздар. Бүгінгі күнді жазамыз. Екі әдісті жазып алайық. Келесі жұмыс, қараңыздар, қазір мен сіздерге жұмысты айтайын. Мұнда сіздерге тапсырма берілген. Берілген карта сызбада саяхатшылардың зерттеу жолдары көрсетілген. Осы кескін картаға атластан қарап отырып, Васко де Гама мен Фернан Магелланның зерттеу жолдарын, саяхат жолдарын түсіресіздер. Кадистан шығып, оңтүстік Американың астаны. Не істейміз? Бағалаймыз. Бір-бірімізді бағалаймыз. Яғни, балалар шартты белгіні орындаса, саяхатшылардың жолын дұрыс салса, қанша смайлик? Екі смайлик бересіңдер. Егер де жұмыста шартты белгі, саяхат жолдар дұрыс сызылса, екі смайликпен аламыз, бағалаймыз. Егер біреусі орындалып, біреусі болмаса, бір смайликпен. Сіз диасыздың бағалайды, сіз диастықын бағалаңыз. Қарап бағалаңыздар. Я смайликтері жапсыруға болады. Екеумен бағалаймыз, е? Егер де дұрыс болған жағдайда. Шарт белгілері бар, және ол жүру бағытын дұрыс сөйлетеді. Жақсы. Жас? Шарты белгілері де бар, и көрсеткен қай жерде қайтыс болған. Өте жақсы. Жақсы. Мінекей балалар, қараңдаршы. Яғни Диана мен Жастың жұмысы. Яғни екеуі бір-бірін бағалады. Өте жақсы. Рахмет. Васко де Гаманың жүрген жолын көрсетті. Оған бір смайлик беремін, екіншісін істеуге үлгермеді. Жақсы. Бізде топтық жұмыс. Топқа тапсырма беріледі. Бізде бірінші топқа сурет беріледі, екінші топқа мәтін беріледі, үшінші топқа сіздерге сызба беріледі, және сіздерге мұнда диаграмма беріледі. Сіздерге бірінші топқа мына оқулықтан бір ақпарат табасыздар. Сол ақпаратты
не қыласыздар? Постерге түсіресіздер. Өздеріңізге қалаған тақырыпты таңдап аласыздар. Бұл оқулықпен жұмыс, кітаппен сіздерге суретпен жұмыс. Кітаптарыңызды ашыңыздар. Кітаптарыңызда сурет бар. Жалпы сіздерге мысалы ұял туралы, мысалы көрдіңіз бе, сурет туралы не қыласыздар, баяндайсыздар. Бұнда не қыласыздар, жазасыздар, климаттық белдеудің географиялық түрлері, одан кейін оның өзі жаңағы температура, жауын бұл жерде айлардың қандай уақытта қанша градус болғаны, климат, ауа температурасы және миллиметрлер көрсетілген. Қаңтарда 150 миллиметр минус 35 градус болған. Ақпанда сол секілді бірақ кішкене температурасы төменірек болған. Сол арқылы біз қаңтар, ақпан, наурыз, сәуір, мамыр, шілдеге дейін олар күшейе бастайды. Тамыз, қыркүйек, қараша да олар ары қарай температурасы көбейеді. Бағалаймыз. Сендер бағалайсыңдар? тобы маған ұнады. Өйткені олар сызып, әртүрлі түстермен безендірді. Және олар атластан оқып білді. Жақсы. Канин, онда суретпен жұмысы Камила қалай бағалайсыз? Менің ойымша суретпен жұмыста олар өте жақсы жазған. Мәліметті дұрыс айтып түсіндірді. Бәрін бір параққа өздерін сыйғызып, бәрін жақсылап мазмұндап айтып берді. Өте жақсы. Әр топ өздеріңізге берілген тапсырма бойынша қазір бір рет оқып шығып, яғни не қыласыздар? Қорғайсыздар. Әр топ берілген тапсырмаларыңызды қорғап, осы ортаға шығып айтып бересіздер. Яғни зерттеу әдістермен жұмыс. Әр топқа балалар тапсырма берді. Тапсырмаларыңды қазір қорытындылайсыздар. Сіздерге қандай тапсырма берді? Ақпарат көздерімен жұмыс. Сіздерге дұрыс географиялық әдістер. Так, жақсы. Ал. Полный топ шықсақ болады ма? Полный топ шықсақ болады ма? Не қылды? Полный топ шықсақ болады ма? А болады? Ал шынында, беріңіз. Бірінші әдіс ол сипаттау әдісі. Сипаттау әдісі, мысалы, біз бір жерге барсақ, бір жерге демалуға барсақ, сол демалатын орынды сипаттауымыз керек. Сипаттау бізге керек себебі, өйткені біз сол жер бізге қолайлы ма, біз сол жерде өзімізді жақсы сезіне аламыз ба, соны білуіміз керек. Екінші әдіс ол бақылау әдісі. Бақылау әдісі дегеніміз ол біз далаға шығатын болсақ, біз ауа райын бірінші қараймыз. Егер ауа райы суық жел болса, біз жолын киінеміз. Ал егер күн ыстық болса, біз желін киінеміз. Геоақпараттық әдіс. Геоақпараттық әдіс ол отбасылық зерттеу жүйесін пайдаланады. Салыстырмалы географиялық әдіс. Демалу немесе оқу үшін бір елді мекен таңдау. Біз салыстырғанда елді мекенді өзара тиімді, тиімсіз деп салыстырамыз. Модельдеу әдісі дегеніміз ол бару бағытың қағаз бетін түсіру және модельдеу әдісіне мысалы блог жатады. Ол нақты модельдеу әдісі көрсетеді. Жақсы, рахмет балалар. Отыра қойыңдар. Келесі топ шыға қойыңыздар. Сипаттамасы, мысалы, Қазақстан аумағы болады, басқа да елдердің немесе көл, өзен, солардың өздерінің аумақтары болады. Және де біз оларды карталардан біле аламыз, және де өзіміздің көзімізбен көріп, барып көруімізге болады. Ғарыштық, аэроғарыштық, оларды біз қарап, суреттермен мысалы қарап, басқа ғаламшарларды зерттей аламыз. Ол жерде тіршілік бар ма, жоқ па, оны біз нәрсені көп біліп, ақпаратты жинаймыз. Энциклопедиядан біз ақпаратты аламыз, біз оны біліп бізге қолданамыз. Жақсы. Жетістік жолының қай қадамына жеттіңіздер? Келіп тұрсаңыздар. Балалар, қараңыздаршы. Сонда сіздер басқаға көмектесе аласыздар ма? Иә. Бүгінгі осы географиялық дерек көздері туралы сіздер не қылдыңыздар? Білдіңіздер. Өте жақсы. Рахмет балалар. Орындарыңызға отырсаңыздар болады. Бүгін не білдіңіздер? Қандай қиындықтар болды? Табыс баспалдағы
қадамына жеттіңіз. Өте жақсы. Өте жақсы. Келіңіздер, тезірек балалар келіңіздер. Келіңдер. Көздермен жұмыс істедік бүгін. Яғни карта, сурет, мәтін, фотосуреттер, графикалық материалдармен жұмыс жасадық па? Сонда бүгін біз балалар, бүгінгі жаңа сабағымызға байланысты, географиялық дерек көздеріне байланысты біз не білдік? Мысалы, ақпарат алдыңдар, әдістерді білдіңдер. Тағы да нені білдік бүгін біз айта ғой? Энциклопедия дегеніміз не? Өте жақсы. Бурабай туралы. Өте жақсы. Дерек көздері туралы. Өте жақсы. Айта ғой? География зерттеулерінің маңыздылығы. Маңыздылығы. Өте жақсы. Сонымен балалар географиялық дерек көздеріне энциклопедия, интернет, ғаламторымыз, тағы да оқулық, журнал, Википедия, теледидар. Өте жақсы. Балалар, сіздерге бүгін өте жақсы сабаққа қатыстыңыздар. Сіздерге көп-көп рахмет. Әріптестер, бүгін сіздер менің сабағыма қатыстыңыздар. Сабағымның тақырыбы географиялық дерек көздер. Енді негізгі оқу мақсатымыз бүгінгі біздің балалармен картамен жұмыс, фотосуретпен жұмыс, мәтінмен жұмыс, атласпен жұмыс болатын. Сол жұмыстарды бүгін сабақта біз орындадық деп айта аламын. Балалар негізінен бұл критериалды бағалау, балалар өз-өзін бағалау, бір-бірін бағалау, топтық жұмыстар және өздерінің кескін картаны сызған кезде олар бір-бірін бағалай білді. Енді мен мынау жетістік жолына тоқтап кеткім келеді. Балалар сол жетістік жолына жету үшін бүгін осы сабақты қалай меңгерді. Өздерің жаңа көрдіңіздер, балалар ең соңында сабақты барлығы меңгеріп шықтық және бір-бірімізге көмектесе аламыз дейді. Және енді сабақтың соңында біз келетін болсақ, мұнда рефлексия, балалар табыс баспалдағы арқылы өздерінің қай қадамда тұрғандарын көрсете білді. Сіздер өздеріңіз қалай ойлайсыздар? Бүгінгі менің сабағымда ұтымды жағы қай жағы болды? Бүгінгі сабақта сізден ұтымды жағы жетістік жолы. Өйткені бала алғаш кезде барлығын білмеймін деген сияқты сол жаққа келді. Ал кейін соңында барлығы басқаға көмектесе аламын, білемін деп бала талпынады алға. Сол жағы жақсы екен жетістік жолы. Маған ұнағаны. Өте жақсы. Одан кейін жаңа бағалауы. Біреу қалай бағалайды. Сол жағы. Бүгін мен сабақта осы Блум таксономиясын салдым. Өйткені бала алдыңғы тақырыпта өзінің білгенін, түсінгенін бүгін сабақта қолдана білді. Және енді өзім ойлаймын, бала бүгін табыс баспалдағы арқылы өзінің қай қадамда тұрған, өзінің қай жетістікте тұрған олар өздері көрсете білді. Бүгінгі сабақ өте жоғарғы дәрежеде өтті. Базаргалина, рахмет сізге. Менің бір сұрағым бар еді. Жаңағы оқушылар бір-бірін бағалаған кезде бір-бірін қалай бағалайды? Яғни бір-бірімен дос болып қалады олар. Шынайылықты бұл жерде. Бір-бірін шынайы қалай бағалайды? Енді өте жақсы, сұрағыңыз өте жақсы. Мен бағалау парағын берейін балаларға. Сонда шынайылық болу үшін балалар өздері қарап отырады бағалау парағына. Мысалы, бүгінгі сабаққа байланысты жетістік критерийі географиялық әдістерді пайдалану туралы білемін, бала білемін дейді, немесе оны білді дейді. Мысалы, географиялық ақпаратты таба алатынын олар белгілейді. Бурабайдан картаны көрсете алатынын айтады. Әрбір географиялық ақпарат көзінің ұқсастығымен айырмашылығын атай алады. Сонда да бағаның шынайылық болу үшін біз критерий береміз, бағалау парағын береміз. Сол бағалау парағы бойынша жаңа бала бірінші мысалы білді ма, білгені осы өзінің жаңа плюс, минус қойып отырып шынайылық шығады. Егер де мынау неге қарайтын болсаңыздар, бағалау парағына. Қарайтын болсаңыздар, осында әріптестер, бүгін сіздердің сабағына қатысқандарыңызға көп-көп рахмет. Сіздердің еңбектеріңізге шығармашылық табыс тілеймін. Сіздердің әр уақытта осындай жақсы ұстаз екендеріңізге мен білемін. Әлде сіздер жас мамансыздар, сонда да сіздердің үйренетіндеріңіз көп. Әлде сіздердің сабаққа осындай сабақтарға шақырамын. Келіп қатысуларыңызға болады. Сіздерге көп-көп рахмет айтамын.